Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде қарбыз көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Қарбыз түсте ауру адамды көрсетеді. Сондай-ақ түсте қарбызды алу күтпеген алаңдаушылықты білдіреді. Піспеген жасыл қарбыз денсаулықтың белгісі. Кімде-кім түсінде қолын созған соң сыйлыққа қарбыз алғанын көрсе, мал-мүлік іздеп тез қол жеткізеді. Түсіңізде қайтыс болған адам сізге қарбыз бергенін көрсеңіз, күтпеген жерден уайым қайғыға душар боласыз. Қарбызды жаңбыр адамдар арасында аурудың таралуын көрсетеді. Түсіңізде қарбыз сатушы ауру адамды білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған адамға қарбыз бергеніңізді көрсеңіз, уайымыңыздан арыласыз. Түсінде қарбыз көру әйел адам үшін жүктіліктің белгісі. Ал жас қыз үшін ерте тойдың хабаршысы. Түсіңізде қарбызды жеп, сонымен бірге қолыңызды аспанға созу жақын арада қалаған нәрсеге қол жеткізудің белгісі. Қарбыздың теріс түсіндірмелері де бар. Егер сіз түсіңізде үйіңізге қарбыз лақтырсаңыз, онда олардың әрқайсысы туыстарыңыздың бірінің өлімін білдіреді. Түсіңізде қарбыз таңдасаңыз, немесе сатып алсаңыз, бұл асығыс шешімнің, ойланбаған әрекеттің белгісі. Түсіңізде қарбыз өсіру көп күш жұмсалған мәселені шешу туралы айтады. Сынған қарбыз бұл шын мәнінде қиындықтар, бірақ түсінде бұл барлық қарыздар сізге жақын арада қайтарылатынын білдіреді. Түсіңізде қарбыз дәмсіз піспеген болса, бұл түс ер адам үшін әйелімен дамитын қиын қарым-қатынасты білдіреді. Түсіңізде үлкен қарбыз сізге үлкен атақ береді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.